Қазақ ауданы Азат ауылы номері 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы. Сіздермен бүгін 10 сыныппен білімнің платформасында сабағымды ұсынамын. Қайырлы күн балалар. Сабаққа дайынбыз ба барлығымыз? Жақсы. Сабаққа дайын болсақ, бүгінгі біз сендермен білімнің платформасында сабақ өтетін боламыз. Бүгін сендердің меңгеретіндерің қара сөздің тарихи және көркемдік құндылығы, қара сөзде көтерілген мәселе. Енді балалар, осы мақсатқа жету үшін біз ең бірінші балалар Абайдың қара сөздер туралы айта кетейікші. Осы уақытқа дейін бізде қандай түсінік қалыптасты? Кім айтады? Я, тыңдап тұрмын. Абайдың қызбен қара сөзі бар. Абайдың қара сөздері адамзатта ізгі қасиеттерге және еңбекқорлыққа, адамгершілікке, білім мен ғылымға жетелейді. Адал ат ішуге жетелейді. Және де Абайдың әрбір қара сөзін оқыған адам үлкен ой түйетін болады. Тағы да рахмет, Дилназ көп. Тағы да алып қосарларың бар ма балалар? Қазақ әдебиетінің бірнеше қосарлары болса, яғни оның ерекшелігі оның сөзі ғалымда. Я, тамаша Айша, рахмет ойларыңмен балалар. Енді бізде бүгін осы Абай атамыздың бір қара сөзі, бұл 32-ші қара сөзімен танысады екенбіз балалар. Абайдың 32-ші қара сөзінде бұл жерде ғылым, білім мәселесіне тереңірек тоқталған екен. Ең бірінші ғылым мен білімді үйрену үшін адамда ең бірінші талап болу керек дейді Абай атамыз. Осы 32-ші қара сөзбен балалар осы уақытқа дейін біз таныспыз, е? Кім осы 32-ші қара сөздің мазмұнын маған ашып, әдемілеп айтып бере алады? Бар ма айтып беретін оқушы? 32-ші қара сөз туралы. Я? Абайдың 32-ші қара сөзі адамзатты білім ғылымға жетелейді. Және де адам баласы егер білім мен ғылымды үйренетін болса, онда екі қағиданы ұстануы тиіс. Ең алдымен адам баласы білім ғылымды үйренетін кезде оның өзі үшін, ел пайдасы үшін, өзінің туған жеріне, отанына деген пайдасы үшін үйренуі керек. Және де адам білім мен ғылымды үйренетін кезде оны қызық үшін үйренуі болмайды. Яғни бақытшылыққа үйрену керек. Тамаша. Я естіп тұр. Тамаша. Рахмет, Дилназ, жауабыңа дұрыс айтасың, я? Абай білім, адам деген білімді басқа біреу үшін емес, немесе қызық үшін емес, өзі үшін үйрену керек. Енді балалар, осы 32-ші қара сөз туралы бізде бүгінгі сабаққа 8 тапсырма берілген екен. Осы тапсырманы бастайық, бірінші тапсырманы талқылайық. Қанеки бірінші тапсырманы Айша оқып жіберші, көрініп тұр ма саған? Айша, көрініп тұр ма саған? Дилназ, көрініп тұр ма саған? Аха, оқып жіберіңдер. Кім оқиды? Я, Айша оқи ғой. Абайдың 32-ші қара сөзінде бір сөздер танысты. Ғылым. Осы деп ойлайсыңдар, е? Енді балалар, ары қарай бізде тағы да орындалмаған 7 тапсырма бар. Сендерге сәттілік тапсырманы орындайық.